Барлығыңызға сәлем, менің есімім Рустам. Бұл видеода криптовалютаның арбитражы туралы толыққанды айтып өткім келіп отыр. Жалпы арбитраж деген не екені туралы, биржалар арасындағы бағаның айырмашылығында арбитраждың әртүрлі схемаларын қолданып қалай ақша табуға болатыны туралы, осының барлығынан қалай ақша табуға болатынын, бұл сферада қандай рисктер бар екенін туралы айтып өткім келіп отыр. Арбитраж бұл дегеніміз алып сату, яғни сіз бір жерден арзанырақ сатып аласыз, екінші жерде қымбатырақ сатасыз. Арбитраждың түрлері өте көп. Мысал ретінде биржаның ішіндегі арбитражды алайық. Сіз Bybit биржасында бір биткоинді 10 мың долларға сатып алдыңыз. Содан соң биткоиніңізді эфирге сатып, бір биткоиніңіздің орнына 10 эфириум алдыңыз. Мысалға ол $1001 тұрады деп есептейік. Содан соң жаңағы сатып алған 10 эфириумды сатып $10,010 аласыз. Осылайша бар болғаны бір круг жасап, сіз 2 минуттың ішінде $10 пайда таптыңыз. Ал енді осы кругты 10 рет жасап шықсаңыз, сіз 1% пайда табасыз. Яғни бұл дегеніміз $100 пайда. Арбитраждың екінші түрі ол межбиржевой, яғни биржалар арасында. Бұл жерде әлдеқайда оңай. Криптовалютада бірнеше мың активтер мен 100 шақты биржалар бар. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған биржалардың ішінде осы активтер сатылады. Маркетмейкерлер, боттар және қалталы арбитраж командаларының арқасында активтердің бағасы осы биржалардың арасында бірдей бағаны ұстап отырады. Мысалға, Bybit биржасында және OKX биржасында биткоиннің бағасы $25,860 құрайды. Кейде оның бағасы $1-2 айырмашылық болуы мүмкін. Бірақ бұл биткоиннің масштабында дым емес. Себебі $1-2 бағамның өзгеруі, құбылмалылығы күнделікті нәрсе. Сосын биржадан биржаға токендерді жіберіп болам дегенше баға 100 рет ауысып үлгереді. Минусқа кіріп кету қаупі өте жоғары. Бірақ кейде ондай мүмкіндіктер болып тұрады. Бағаның айырмашылығын айтамын. Бұндай жағдайда рынок түсініксіз болып жатқан кезде қолдану керек. Немесе ликвидность аз токендерді ондай мүмкіндіктер болады. Мысалға, белгісіз себептермен Bybit биржасында биткоиннің бағасы $25,000 тұрады. Ал OKX биржасында сол биткоиннің бағасы $28,000 құрайды. Осы жағдайды қолданып, біз жай ғана биткоинді Bybit биржасында сатып алып, оны OKX биржасына жіберіп, сол жерде токендерді сатып жібере аламыз. Жалпақ тілмен айтқанда бір круг жасадық. Біз Bybit биржасына сатып алдық және OKX биржасына сатып жібердік. Осылайша бір круг жасап шықтық. Содан соң екіншісін, үшіншісін, осы схема жұмысын тоқтатқанша және бағалары бірдей болғанша жасай берсек болады. Арбитраждың үшінші түрі көбіміз білетін P2P. Оның басты мақсаты барынша арзанырақ сатып алу. Мысалға, сіз өзіңіздің қалаңызда доллардың бағасы P2P-ге қарағанда арзанырақ тұратынын көресіз. Осылайша сіз обменникке барып $1 467 теңгеге сатып аласыз. Содан соң оны USDT-ге айырбастап, P2P-де 472 теңгеге сатып жібересіз. Осы кругты бірнеше рет қайталап, аздаған уақыттың ішінде өзіңіздің салған ақшаңызды көбейте аласыз. Арбитраждың басқа да түрлері бар, бірақ осы үшеуі ең негізгі болып табылады. Ары қарай біз әрқайсысын талдап көреміз. Біріншісі ол биржаның ішінде жасалатын арбитраж. Оның рискі өте аз және бір ғана платформамен жұмыс жасайсыз. Ақшаңызды ешқайда жіберудің қажеті жоқ. Оның басты проблемасы бұлай ақша табу өте қиынға соғады. Себебі биржаның маркетмейкерлері және торговый боттар осы барлық процесті қадағалап отырады және бұндай ошибканы жібермеуге тырысады. Сол үшін де бұл схема арқылы көп ақша табамын деп ойламаңыз. Ондай моменттер болып тұрады, бірақ одан ай сайын табыс тауып отыратындай көп емес. Ал межбиржевой арбитражға келетін болсақ, бұл жерде табыс табу жолдары, моменттері көбірек болады. Ондай токендерді тауып отыру үшін сізге бот керек. Ол бот сізге қай биржадан сатып алып, қай биржада сату керек екенін, екі ортадағы спредті, яғни пайданы көрсетеді. Спред бұл активтердің арасындағы баға айырмашылығы. Мысалға, биткоин Binance'та $25,000, ал Bybit'те $27,000 тұратын болса, біздің спред $2,000-ға тең. Ол спредті қолмен де іздеп отыруға болады. Мысалға, Cryptarang. Бұл жерде қай биржадан арзанға сатып алып, қай биржада сатып жіберуге болатыны туралы ақпарат ала аласыз. Ыңғайлы форматта сіздің орныңызға спредтің пайызын сіз үшін есептеп дайындап қойған. Бұндай агрегаторлардың түрлері көп. Өзіңізге ұнағанын таңдап қолдануға болады.
Бірақ осындай қолмен қарап отырып активтер арасындағы спредтерді іздеп механикасын түсінбесеңіз, сіз басқаларға конкурент бола алмайсыз және бұдан табыс табу сізге қиынға соғады. Ескертіп өтейін, арбитраж боттарын немесе арбитраж курсын сатып алудың қажеті жоқ. Тегін боттарды да қолданудың қажеті жоқ. Дұрыс па? Ешқашан да қолданбаңыз. Себебі сіз алданып қалуыңыз мүмкін, немесе сіз ешқашан да қолданбайтын арбитраж ботын сатып алуыңыз мүмкін. Оның настройкасын қалай жасау керектігін түсінбей, оған бір тылсым күш керек болуы мүмкін. Бот сізге бір кнопканы басып, пайда алып келіп отырмайды. Ол жай ғана сізге спредтерді іздеп табуға көмектеседі. Ал шынымен де жақсы арбитраждық ситуацияны қолмен іздеп табу үшін паника немесе қолайсыз жаңалық көмектесуі мүмкін. Жақсы арбитраждық ситуацияда бір кругтан 10%-дан жоғары пайда алып келетін схеманы айтып отыр. Мысал ретінде Tesla компаниясы биткоиндарды сатып алды деген жаңалық естейміз. Содан соң барлығы асығып сол биткоиндарды сатып алуға асығады. Ал биткоин және де басқа да криптовалюталар осы жаңалықтан кейін памп болып маркетмейкерлер үлгермей жатады. Ал біз осы моментті қолданып, арзанырақ сатып алып, кейінірек қымбатырақ сатып, жақсы пайда табыс таба аламыз. Жаңалық наоборот жаман болуы мүмкін. Ол кезде рынок төменге құлайды. Мысалға, SpaceX компаниясы биткоиндарын сатып жіберген туралы хабарлаған болатын. Сол кезде биткоиннің бағасы қатты құлап қалған болатын. Осы моментті қолданып, екі түрлі биржада бағасының айырмашылығын байқадым. Оның себебі бір жерде монетаны көбірек сатып, ал екінші жерде азырақ сатқан. Сол себепті маркетмейкерлер бағаны бір деңгейге қойып үлгермеген. Ал 1-2 сағаттан кейін бағалар барлық жерде бірдей болады. Сол үшін де қаншалықты тез қимылдағаныңыз және жаңалықты біріншілердің қатарында естігеніңіз маңызды. Кейбір кезде арбитраж схемасы тек қана бір токеннің өзінде болуы мүмкін. Мысалға, хакерлер протоколды, көпірді немесе активтің өзін бұзып ашса, бұл бізге үлкен пайызбен арбитраж схемасын алып келуі мүмкін. Ең бастысы біріншілердің қатарында осы жаңалық туралы біліп, содан соң басқа да биржалар немесе обменниктерді бағасын тексеріп, келіп тұрған моментті қолданып, келіп түскен пайданы тексеру жеткілікті. P2P дегеніміз бұл peer-to-peer, яғни екі адам арасындағы сауда айналымы. Бұл дегеніміз телефонның арғы жағында басқа адам отыр деген сөз. Бірақ көп жағдайда арғы жағында адам емес, робот болуы мүмкін. P2P платформалар кез келген криптобиржаларда бар. Себебі бұл биржаға депозит жасаудың ең тиімді жолдарының бірі. Бұл жерде кез келген адам USDT-ді теңгеге айырбастаймын деп хабарламасын шығара алады. Мысалға, сізге срочно түрде ақша керек болып қалды. Сіз өз ордеріңізді қойып, ол токендерді сатып жібере аласыз. Ал наоборот, өз ақшасын биржаға депозит жасағысы келіп тұрған адам сізден ол USDT-лерді сатып алады. Содан соң ол сіздің счетыңызға ақшасын жібереді, ал сіз биржада ақшаңыз толық келгенін растайсыз. Бұның бәрі бір платформаның ішінде өтеді. Мысалға, Bybit. Ол туралы біз мына видеода айтып өткен болатынбыз. Bybit биржасында P2P туралы толығырақ білгіңіз келсе, осы видеоны көріп шығыңыз. Bybitте P2P арқылы сатып немесе сатып алып жатқан кезде ордер қауіпсіз өту үшін токендерді сақтап қояды. Барлық талаптар дұрыс орындалған сәтте токендерді босатады. Енді осы арқылы қалай арбитраж жасауға болатынын айтып өтейін. Бұл жерде әртүрлі схемаларды қолдана білу керек және жалпы механикасын білу қажет. Қандай банктер бар және теңгені қалай долларға айырбастау керек екенін, оның лимитін және блокқа түсіп қалмау жолын қарастыра білу керек. Ол үшін осының бәрімен дұрыс қолдана білу керек. Мысалға, мынадай ситуация болуы мүмкін. Банкте доллар 465 теңгеден сатылып жатыр. Ал обменниктерде немесе P2P-де адамдар 470 теңгемен сатып алып жатыр. Осы моментте сіз барынша аз уақыт ішінде қандай жолмен долларды банктен арзанырақ алуға болатынын біліп алуыңыз керек. Содан соң сіз оларды P2P-де қымбатырақ сатасыз. Арбитраждың ең басты мақсаты ол кез келген жерден арзан алып, басқа бір жерде қымбатқа сату. Ал сіздің мақсатыңыз осы жерлерді іздеп тауып, бір-біріне қосу. Бұл жерлер әр кезде әртүрлі болуы мүмкін және әр жағдайда әртүрлі жолдармен іздеп табу керек. Егер де осы жолдарды білмейтін болсаңыз,
ол екі жерді таба алмайсыз. Арбитраждың жолын табу үшін сізге өз еліңіздің және де басқа елдегі онлайн және офлайн обменниктерді, банктерді, биржаларды немесе басқа да сатып алу жолдарын білуіңіз керек. Мысалға, Турциямен жасалатын связка Karuna Pay мен жұмыс жасады. Сіз өз ақшаңызды Турциядағы өз адамыңызға жіберу үшін, мысал ретінде 1 миллион теңге деп алайық, Қазақстанның Karuna Pay арқылы жүзеге асырасыз. Karuna Pay халықаралық аударымдар жасау үшін қолданылатын банктердің өзара системасы. Сіз өз ақшаңызды теңгемен салған кезде, ол система автоматты түрде орталық банк курсымен долларға айырбасталады. Осылайша сіз доллар сатып алған сияқтысыз. Содан соң сіздің 1 миллион теңгеңіз Турциядағы адамға 2127 доллар болып келеді. Банктың курсы 1 долларға 470 теңге құрайды деп алайық. Ол ақшаны алған соң өз долларларын 2127 USDT-ге айырбастайды. Бұл жерде курс 1-ге 1. Содан соң ол USDT-лерді сізге жібереді. Ал сіз болсаңыз, ол 2127 долларды P2P-де 480 теңгеге сатасыз. Ал оның орнына 1 миллион 20 мың теңге ақша аласыз. Осылайша сіз 20 мың теңге пайда көрдіңіз. Көріп отырғанымыздай, бұл связканың өзінің бір қиындығы бар. Бұл связканы орындау үшін сізге кем дегенде өзіңіздің Турциядағы бір адамыңыз болуы керек. Әрине, ол адам өзіңіздің танысыңыз немесе туысыңыз болуы керек. Себебі кез келген адам сізді алдап, ақшаңызды ұрлап кетуі мүмкін. Ал оны табу оңай жұмыс емес. P2P арбитраждың ең жақсы связкалары басқа елдермен немесе басқа елдің валюталарымен іске асады. Содан соң P2P арбитражбен жұмыс жасаған уақытта сізге дроптар, яғни сіздің идеяңызды іске асыратын адамдар қажет. Ол адамдардың атынан сіз банк карточкаларын ашасыз. Себебі банктердің әртүрлі лимиттеріне байланысты немесе басқа да шектеулерге байланысты сізге осы адамдарды іздеп табу керек болады. Себебі сізде бір ғана счет бар. Сол үшін банктермен жұмыс жасау құқықтық жолдарын білу керек. Себебі кейде сіздің счетыңызды блокқа қойып шектелмей, налогтың өзі келіп есігіңізді қағып тұруы әбден мүмкін. Логиканы қосып, кез келген жерден пайда көзін іздеп табу керек. Сандарды бір-бірімен біріктіріп, арасындағы маржаны тауып, минусқа кіріп кетпеу жолын іздеп табу керек. Бұл жерде ең маңызды нәрсе ол сандар. Осы сандарды дұрыс санамасаңыз, бағыңыз жанса тегін жұмыс жасап шыққан боласыз. Ал кейде комиссияны ескермей минусқа кіріп кету қаупі өте жоғары. Әрине, неғұрлым қалтаңызда көбірек ақша болса, соғұрлым әртүрлі схемаларды қолданып, сіз көбірек ақша табасыз. Комиссияға және басқа да операциялық жұмыстарға азырақ шығындаласыз. Әрине, 100 мың доллардан және 1 мың доллардан 1% пайда табу ол екі түрлі табыс. 100 мың доллары бар адам 10 доллар комиссия төлеп, қатты қиыншылық көрмейді. Сіз ойлаңызшы, бір кругтан 15 доллар пайда табасыз, бірақ комиссия болса 10 долларды құрайды. Бұл тиімді связка деп айтуға келмейді. Бірақ бұл аз ақшамен табыс табу мүмкін емес деген сөз емес. Кейбір кезде үлкен ақшамен жұмыс жасай алмайтын связкалар да бар. Бұның себебі ликвидность аз болуы мүмкін. Қалталы азамат барлық ақшасын сатып ала алмайды. Мысал ретінде келесі жағдайды алайық. Бір биржада биткоин 20 мың доллар тұрады, ал басқа биржаларда биткоин 25 мың долларды құрайды. Бірақ 20 мың доллар тұратын биржада тек 0,1 биткоин сатып алуға болады. Қаншалықты ақшаң көп болса да, тіпті сізде миллион доллар болсын, сен 0,1 биткоиннан көп сатып ала алмайсың. Себебі биржада осындай лимит бар. Осылайша 1000 доллары бар азамат бар болғаны 3 круг жасап өзінің депозитіне бірнеше 100 доллар табыс табады. Бірақ бұл жерде сақ болу керек, себебі бір түсініксіз биржада биткоин 5000 доллар тұруы мүмкін, бірақ стакандағы ордерлерінен және биржаның ликвидностіне қарасақ, мүлдем жоқ болуы мүмкін. Бұл дегеніміз, сіз бар болғаны 1 долларға биткоинді сатып ала аласыз, ал оның комиссиясы 10 доллар болуы мүмкін. Әрине, айта берсең, минустары және нюанстары өте көп. TikTok'та немесе YouTube'тан P2P туралы связканы іздесеңіз, үйретіп жатқан адамның саны шексіз. Ал шынына келсек, арбитраждың связкалары ұзақ өмір сүрмейді. Егер де сіз связка туралы видео қарап отырған болсаңыз, онда ол связка уже жұмыс жасамайтынын біліңіз. Кейде білгіштер жұмыс жасамайтын связкаларды сатып жатады. Ал кейбір кезде сол связкалардың сайтына кірсеңіз, мүлдем ақшаңыздан айырылу қаупі бар. Мошенниктер өзінің сайтына шақырып алып, сіздің ақшаңызды тартып алу мақсат тұтады.
Бұлардың ең танымал схемаларының бірі ол сізге долларды арзанға сатып алуды ұсынады. Сіз ақшаңызды салғаннан кейін олар сол ақшаны алып жоқ болып кетеді. Кейде аз сумма салған болсаңыз шығарып алуыңыз мүмкін. Оның мақсаты сіз көбірек ақша салғаныңызды күтеді. Болды, осыдан кейін ақшаңызбен қоштаса беруге болады. Оны ешқашанда шығара алмайсыз немесе қайтара алмайсыз. Бекем болыңыз, ғаламторда барлығына бірдей сене берудің қажеті жоқ. Көбісінің TikTok'та немесе басқа сайттарда арбитраж схемаларын жариялау себебі осыда. Мошенниктер күн сайын адамдарды алдау жолын ойлап табуда. Ал өзіңізді осындай жағдайлардан қорғау үшін барынша ғаламтордағы қауіпсіздіктің талаптарын орындау жеткілікті. Тек ресми сайттарды қолданыңыз. Өз жеке құжаттарыңыз бен данныйларыңызды ешкімге жібермеңіз. Ешқашанда бөгде адамға ол туралы толық тексермей тұрып, немесе оның алдап кетпейтініне 100% көз жеткізбей тұрып, ешқашанда жібермеңіз. Содан соң әр ісіңізді толыққанды тексеріп отырыңыз. Сол кезде сізге ешқандай қауіп төнбейді. Арбитражбен жұмыс жасаудың плюстары өте көп болғанымен, бұл жерде бір кнопканы басып ақша табу мүмкін емес. Сол үшін де ақша табудың осы түрі сізге келеді ме, соны шешуіңіз керек. Себебі тек арбитражбен жақсы ақша табуға болады деген сөз емес. Ақша табу жолдары өте көп. Ақша табу жолын басқалар әлі де тауып алмаған жолдардан қарастыру керек. Себебі көп адам біліп қойған жерде ақша азаяды. Каналға тіркеліп, лайк және коммент қалдырыңыз. Қош сау болыңыз.